Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сауат ашу сабағында біз сіздермен тағам және сусын бөлімін жалғастырамыз және жаңа ас адамның арқауы, дауысты және дауыссыз дыбыстар деген тақырыппен танысамыз. Бүгінгі сабақта сен мәтінде кім, не туралы айтылғанын анықтайсың. Сөздегі дауысты және дауыссыз дыбыс түрлерін ажыратасың. Ендеше, оқушылар, сабағымызды мынадай ширату тапсырмасынан бастаймыз. Суретпен берілген сөйлемдерді дұрыс сәйкестендір. Табаға салып жапқаным не? Дұрыс айтасыңдар. Әрине, ол таба нан. Кілегей шайқап алғаным не? Май. Дұрыс айтасыңдар. Және сөреге кептіріп жайғаным не? Ол құрт екен. Өте жақсы. Сендер тапсырманы жоғары деңгейде орындадыңдар. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың мәтінін бірге тыңдайық. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың мәтіні оқулықтың 8-ші бетінде орналасқан. Оқулықты ашып, мәтінді тыңдаймыз. Нанға бал жағып жеп отырған Асқар әжесіне қарап: «Әже, бал тәтті ме, әлде нан тәтті ме?» деп сұрады. «Нан тәтті», деп жымиды әжесі. «Жоқ, әже, бал тәтті ғой», деді Асқар. «Иә, балам, бал тәтті. Бірақ қанша тәтті болса да, күнде жей алмайсың. Ал нанды күн сайын жейсің. Наннан қасиетті тағам жоқ. Сондықтан нан тәтті десек те болады». Мәтіннің авторы Жұмабай Қайранбай. Ендеше, оқушылар, мәтін бойынша сұрақтарға бірге жауап берейік. Мәтін не жайында айтылған? Иә, нанның қадір қасиеті мен тәттілігі жайында айтылған екен. Асқардың әжесі нанды не себепті тәтті деді? Дұрыс айтасыңдар. Себебі нанды күн сайын жейсің. Наннан үлкен тағам жоқ. Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Нан тәтті ме, әлде бал тәтті ме? Әрине, нан тәтті. Жарайсыңдар, балалар. Сендер сұрақтарға толық және дұрыс жауап бердіңдер. Ендеше, келесі тапсырма дауысты, дауыссыз дыбыстарды ажыратуға берілген. Нан, бала, қасиетті деген сөздердегі дауысты дыбыстарды бір бағанға, дауыссыз дыбыстарды екінші бағанға бөліп жазайық. Қане, ойланамыз. Тапсырманы орындап болсақ, бірге тексерейік. Бұл сөздерде кездескен дауыссыз дыбыстар Н, Б, Л, Қ, С және Т екен. Ал дауысты дыбыстар А, И, Е және Ә. Жарайсыңдар. Сендер дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырата алдыңдар. Келесі тапсырма сөйлемдерді қатесіз, көркем көшіріп жазуға берілген. Орны ауысқан сөздерді ретімен дұрыс орналастырып, дәптерге көркем жазамыз. Ендеше ойланайық. Ендеше тапсырманы бірге тексерейік. Бірінші сөйлем: нан қасиетті тағам.
Екінші сөйлем. Дастарханға алдымен нан қойылады. Нанды жерге тастауға болмайды. Жарайсыңдар оқушылар, сендер сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаза алдыңдар. Оқушылар, мына суреттерге қарап, мәтінге сай келетін мақалды бірге табайық. Қалай ойлайсыңдар, бұл суреттерде қандай мақал жасырынған? Дұрыс айтасыңдар. Ас атасы нан. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақалы осы. Ендеше сабағымызды шағын тест жұмысы арқылы бекітейік. Бірінші, нан сөзінде неше дыбыс бар? Екінші сұрақ, әріпті не істейміз? Үшінші, сүт сөзіндегі ү дыбысы қандай? Төртінші, құрт сөзіндегі дауыссыз дыбыстарды тап. Ойланып, жауабын бірге тексереміз. Сонымен, нан сөзінде үш дыбыс бар. Екінші, әріпті біз көреміз. Үшінші, сүт сөзіндегі ү дыбысы дауысты. Төртінші, құрт сөзіндегі дауыссыз дыбыстар ол қ, р, т. Өте жақсы. Сендер тест сұрақтарына дұрыс жауап берді деген сенімдемін. Сонымен, бүгінгі сабақта сен мәтінде кім, не туралы айтылғанын анықтадың. Сөздегі дауысты және дауыссыз дыбыс түрлерін ажырата алдың. Сау болыңыздар.